Қайырлы таң қазақ елі. Азат Ньюс арнасы бүгінгі келіп түскен жаңалықтармен таныстырады. Эфир тізгінінде Аткен Камиля. 2021 жылдың 17 ақпанда өткізілген нөмірі 1 Азат орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оң күндігінің ашылуы салтанатты түрде өткізілді. Кештің тақырыбы «Бүгін менің туған күнім ой-пәләй». Кеш Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойына арналған әдеби композициялық жанрда жүргізіліп, деңгейін асқақтата білді. Кештің мақсаты Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығына шолу жасау, әндері мен поэмаларымен танысу. Ақынның әндері мен поэмалары арқылы жас өспірімдерді әсемдікке, елін, жерін сүюге талпынып мәңгіге тасталған. Осы мен өлмейтін шығармын, сәл ғана мызғып ап қайтадан тұрармын. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымды айырбастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайың бола бастайын. Келісемісің жас? Отан, сен болмасаң нетерем? Мәңгілікке бақытсыз боп өтерем, өмірден бұл өксумен өтерем. Жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Нөмірі 1 Азат орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Бодыбаева Күлсін Рамадин-қызы 9 А сынып оқушылары мен Бейімбет Майлиннің «Шұғаның белгісі» тақырыбында үлгілі сабақ көрсетті. Сабақтың мақсаты білім алушылар шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға бере алды. Әзірге айтарымыз осы. Бетперде тағып, әлеуметтік ара қашықтықты сақтай жүріңіздер. Келесі эфирде жүздескенше қош, сау болыңыздар.